Мамандық бұл өмірге билет. Жақсы мамандық, жақсы болашақтың бастауы. Біз теміржол жылжымалы құрамдарын пайдалану және жөндеу, техникалық қызмет көрсету Мамандығы бойынша білім аламыз. Саламатсыздар, бүгін айтатын тақырыбым нөмірі 394 кран машинисті. Жалпы пойызда 3 тормозной кран болады. Нөмір 254, 394 және 395. Нөмірі 395 тормозной кран бұл электрический. Ал 254, 394 кран ауамен жұмыс етеді, яғни пневматический. Ал енді 394 тормозной кран бірінші бөлігі золотник, қақпағы және тұтқасы. Ол біздің бірінші бөлігі. Ал екінші золотник айнасы. Ал енді үшінші бөлік түзеткіш спек, редуктор и стабилизатор. Ал енді пойыздың тежеткіш жүйесіне нөмір 254, 394, 395 тормозный кран жатады. Және компрессор КТ7, 4 резервуар, әр қайсысы 250 литрден. Тормозной колодка, тормозной колодканың екі түрі болады, композиционный және чугунный. Башмак әр локомотивте екеуден болу керек. Тормозной кранның 6 положениесі болады. Осы құрылғыларды біз теория сабағында оқып, кейін тәжірибеде қолданамыз. кәсіби мамандықты үйретіп жатқан осы колледж.